Жақында әйеліммен қатты ұрысып қалдық. Өте қатты айқайласып қалдық та. 5 минуттан кейін әйелім тұрады да, "Жан, шай ішесің ба?" дейді. Шай ішесің. Натуре ма? Просто мен 5 минут бұрын уже басында ажырасып кеттім уже. Өзіме сценарий құрып алдым. Короче, мен фантазиям ғой, мен бүйттім ғой, короче, ажырасып кетсек. Короче, бизнеспен айналысып кетемін, короче, 1 жылда бай болып кетемін. Мерседеспен, Аль-Фарабимен келе жатырмын ғой бүйтіп. Машинада музыка тұр, ты ушла от меня. Короче, атмосфера, кайф, водителем гей, білмеймін. Сондай фантазиям. Келе жатамын да бүйтіп, терезе ашық қой, чуть-чуть, сквозняк болсын. Қараймын ғой, и бір әйел тұр да. Мен бывшаямын ғой, короче. Бүйтіп тұр ғой көшеде бүйтіп. Темекі шегіп тұр да. Колготкаларына, стразалар. Андай болып кеткен ғой, короче. Бұл мен фантазиям. Нормально ғой сценарий? И осыдан кейін тұрады да, "Шай ішесің ба?" дейді. "Ішем нахуй!" Ол да ерегісіп, "Іш нахуй!" дейді. Сосын іштік нахуй. Тәтті екен.